Мен Наурызбаева Шакизат Серікбайқызы, Нұрсұлтан қаласындағы политехникалық колледжінің қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінің оқытушысымын. Мен сіздерге қазақ тілі пәні бойынша Д19 3КБ тобының А топшасымен өткен ашық сабағымды ұсынғым келіп. Ал сәлеметсіздер ме балалар? Тағы да біз жаңа классрумда сәлемдесіп, мен сіздерді түгелдеген болатын. Енді бүгінгі сабақтың үй тапсырмасына көшпес бұрын, мен бірінші сіздерге критериалды бағалау кестесі бойынша сіздердің қорытынды бағаларыңызды сабақтың соңына шығаратын боламын. Осы кестені сіздерге алдын ала көрсетіп алайын дегенмін. Бұл кестеде бағалау критерийлары, дескрипторлар және жетістік деңгейі. Және сіздердің қорытынды бағаларыңызды мен сабақтың соңында міндетті түрде жариялайтын боламын. Енді үй тапсырмасына келейік. Үй тапсырмасын біз QR-код сканер қосымшасы арқылы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Яғни сіздердің қолдарыңызда QR-код сканер қосымшасы болу керек. Мен көрсеткен суреттің астында сұрақтар жасырылған. Сол сұрақтарды аша отырып, осы сұрақтарға жауап береміз. Яғни үй тапсырмасына жауап береміз. Бірінші сұрақ кім жауап береді? Бірінші сұрақ. Мен жауап берейінші. Нұрай. Нұрай, тыңдап отырмын. Бірінші сұраққа. Шешенге қойылатын талаптарды айтыңыздар дейді. Шешенге қойылатын талап ол үшке бөлінеді. Біріншісі ол сөйлеу мәдениетін көтеру, білімін көтеру және көпшілік алдында сөйлеу дайындығын көтеру. Бесінші сұрақ, кіріспе сөз қандай болу керек? Кіріспе сөз ең алдымен мәтіннің мазмұн негізгі ойын және де оның негізгі мақсатын айтып және бір-екі сөйлемнен тұру қажет. Мен өткен сабақта айтып кеткендей, кіріспе бөлімі неғұрлым қызықты болса, әрі қарай негізгі және қорытынды бөлімі де соғұрлым қызықты әрі нақты болады. Сіздер өздеріңіздің оқырмандарыңызды, тыңдармандарыңызды кіріспе бөлімнің басталуымен қызықтыра аласыздар. Жарайды, ендеше біз үй тапсырмасын қорытындыладық. Енді жаңа тақырыпқа, бүгінгі жаңа тақырыбымызға көшпес бұрын, мен сіздерге бір бейнеролик көрсеткім келіп отыр. Бірге тамашалайық, Әлемде дүрлік түрген коронавирус пандемиясынан сақтану мақсатында елімізде төтенше жағдай жарияланды. Осыған байланысты мемлекет басшысы халыққа үндеу жолдады. Бүкіл халықты жұдырықтай жұмылуға, сабыр сақтауға шақырамын. Бұл күрделі жағдайды бәріміз бірге еңсереміз деп сенемін. Балалар, біз сіздермен жаңа ғана бейнеролик тамашаладық. Осы бейнероликтің төңірегінде әңгіме өрбітейік. Не көрдіңіздер, не түсіндіңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді ортаға айтып салып кетсеңіздер. Бейнероликте тек қана осы қазіргі болып жатқан жағдай емес, сонымен қатар сол жағдайды жеңу үшін біз әрқашанда бірге болуымыз керек. Жаңағы бірге күресуіміз керек, жеңіп шығуымыз керек және тәртіпті сақтауымыз керек және жаңағы бұл аурумен күресіп жатқан дәрігерлерді, медбикелердің айтқанын тыңдап, олардың жұмысына құрметпен қарауымыз керек. Денсаулық сақтау министрлігі профилактикалық шараларды тұрақты істеуге кеңес береді. Қол мен бетті сабынмен жиі және мұқият жуу. Қолға арналған спирттік антисептиктерді қолдану. Мұрынның бітелуі, жөтел, тамақтың ауруы пайда болғанда міндетті түрде дереу үйге жедел жәрдем шақыру қажет. Балалар, денсаулық сақтау министрлігінің осы кеңесін біз міндетті түрде мұқият күнделікті орындауымыз қажет. Сонда ғана біз осы бір халықаралық деңгейдегі індетті жеңіп шыға аламыз. Міне, қарасаңыздар балалар, түрлі теледидар болсын, әлеуметтік желілер болсын, дөңгелек үстелдер жүргізіліп, пікірталастар жүргізілуде. Яғни осы бүгінгі біздің әлеуметтік мәселеміз, халықаралық деңгейдегі үлкен өзекті мәселе түрлі жерлерде талқылануда. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымызды осы бір бейнеролик ашып тұрғандай. Ендеше бүгінгі сабағымыздың жаңа тақырыбына көшеміз. Сәуірдің 3-і пікірталас түрлері және пікірталас мәдениеті.
Сабағымыздың мақсаты: білім алушылар қашықтықтан оқыту арқылы пікірталастың түрлерін меңгереді, сөйлеу мәдениетін қалыптастырады, өз ойын жүйелі еркін жеткізуге дағдыланады. Пікірталас деген не? Оны қалай түсінеміз? Пікірталас ой мен сөздің бірігуі арқылы пікірсайыс білігін қалыптастыру құралы. Пікірталас қоғамды дамытады, өркениетке қол жеткізеді. Пікірталасты біз кейде пікір қайшылығы деп те атауымызға болады. Пікірталастың бірнеше түрі бар екен. Ой бөліс, ой талқы, пікірсайыс, сөз талас, айтыс және пікір алмасу. Бұл пікірталастың түрлері. Осы пікірталас түрлерінің әр қайсысының өзіндік мақсаты мен ерекшеліктері бар. Тоқтала өтетін болсам, айтыс қазақтың сөзі. Екі адамның немесе екі топтың арасында суырып салма өлеңмен кезектесе айтылатын сөз жарысы. Ой талқы, ол латын тілінен аударылғанда диспутатио деген мағынаға ие екен, ал пікірсайыс көне гректің полемикус мағынасына ие және ол жаулық, дұшпандық деген мағынаны білдіреді екен. Ал ой бөліс француз сөзі дебат. Сөз талас орыс сөзі прения деген сөзден аударылған. Бұл пікірталас түрлерінің мақсаттары мен өзінің өзіндік ерекшеліктері. Келесі, пікірталасқа түсу үшін ең бірінші тақырыбын анықтап алу керек. Сол тақырыпқа байланысты ұғымдарды пайдалану керекпіз. Термин сөздерді дәл тауып қолдану. Көп мағыналы сөздерді орын-орнымен пайдалану керекпіз. Және түсіндірмелі және этимологиялық сөздерді жиі қолдана отырып, біз пікірталасты сәтті өткізе алады екенбіз. Пікірталас мәдениеті. Пікірталаста қарсыласыңды құрметтеу, оның пікірін сыйлау, оны сабырлықпен тыңдай білу керек. Оның дәлеліне нанымды дәлелдермен тойтарыс беруге болады. Бірақ дөрекі сөздермен, мазақ, күлкімен жәбірлеуге, не дауыс көтеріп ұрсуға мүлдем болмайды. Өзгелердің көзқарасын құрметтей білу ойлы, ақылды, білімді адамдардың ісі. Бүгінгі жаңа тақырыбымызды қорытындылай келе, мен ұлы шешен Ділмар Цицеронның мына бір пікірімен, шешендік сөзімен қорытындылағым келіп отыр. Адамды даңққа бөлейтін екі қасиетті өнер бар. Бірі қолбасшылық болса, екінші шешендік өнер. Яғни кез келген адамның бойында, яғни қазақтың қанында, бойында, әр қазақтың бойында осы екі қасиет, қолбасшылық және шешендік өнер болуы қажет. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пікірталас түрлері, пікірталас мәдениеті. Сіздерге бүгінгі сабағымыз түсінікті болды ма? Түсіндіңіздер ме? Ендеше осы бүгінгі тақырыбымыз бойынша әрі қарай біз сіздермен тапсырмалар орындаймыз. Мен қазір сіздерді қашықтықтан оқытудың тиімділігі немесе тиімсіз тұстары деген тақырыпта ой талқыға ашық алаңға шақырғым келіп отыр. Қашықтықта оқудың тиімді жағы, ғалымдардың айтуы бойынша адам 90% ақпаратты өзі көріп және естіп арқылы ғана есінде сақтайды. Яғни бұл қашықтықта оқу біздің өзіміздің алдыға қарай талпынуымызға көмек береді. Мысалға, біз колледжға барғанда бізге түсіндіріп береді. Сол түсіндіріп берген ақпараттың 30%-ын ғана адам есіне сақтайды екен. Сондықтан біз осы қашықта оқу арқылы өзіміз оқып, өзіміз түсінуімізге үйретеді. Себебі олар қазір өздерінің отбасыларының қасында және де бос уақыттары көп болады деп ойлаймын. Былайша айтқанда хоббимен айналыса алады. Математика және физика, осы химия кезінде қиын тақырып кезінде біз есептерді дұрыс көбінесе түсінбей қаламыз. Ал егер біз түсінбеген жағдайда біз олардың мұғалімдерден тақтаға көрсетуін сұрап түсініп аламыз. Ал бұл қашықтықтан оқу кезінде біз оларды дұрыс түсінбей қаламыз. Көп уақыт экран алдында отырамыз. Біздің көруіміз нашарлауы мүмкін.
Жақсы, оның барлығы түсінікті жағдайлар, иә. Енді бүгінгі ашық алаңымызды қорытындылай келе бір пікірге тоқталуымыз керек. Яғни кез келген нәрсенің екі жағы болады, жақсы және кемшілік тұстары болады, иә. Сол себепті қашықтықтан оқытудың тиімділігі де бар және тиімсіз тұстары да бар. Мен сіздердің пікірлеріңізбен келісемін және қарсы шыға алмаймын, сыйлаймын, иә. Бірақ бізге енді елімізде болып жатқан осындай жағдайларға байланысты бізге бұдан басқа бізде амал жоқ. Сол себепті қашықтықтан оқыту қазіргі таңда, қазіргі біздің жағдайымызда өте тиімді деп айта аламын. Және өзімнің тәжірибеммен бөлісе кететін болсам, білім алушылардың басым бөлігі, қазір басым бөлігінің бағалары жоғарылаған осы қашықтықтан оқытудың тиімділігі деп мен санаймын. Ал тиімсіз тұстарына келетін болсақ, біздің денсаулығымызды немесе көзімізді сақтау үшін, аурулардан сақтау үшін біз қандай да бір шараларды қолданып өз-өзімізді сақтауға, қорғауға болады. Жақсы, пікірлеріңізге рахмет. Енді әрі қарай сабағымызды, бүгінгі жаңа сабағымызды қорытындылау мақсатында мен сіздерді Quizzes қосымшасы арқылы тест тапсырмасын орындауға шақырамын. Жібек, ой, төрт көзіміз міне түгел болды. Енді бастауға болады ойынымызды. Ендеше барлықтарыңызға сәттілік, бастаймыз. Сұрақтар экранда көрсетілген. Пікірталас түрін табыңыздар. Бірінші сұрақ. Екі адамның арасындағы сөз салмау өлеңмен кезектесе айтылатын сөз жасы. Гректің полемика сөзі. Латын тілінен алынғанда диспутатио сөзі қандай мағына береді? Міне керемет, бірінші орынға Жанагүл ие болды, екінші орында Шынтас және үшінші орында Дариға. Бүгінгі өтілген тақырып бойынша барлығы түсінікті болды ма? Әлде ізденетін тұстарыңыз бар ма? Не ұнады, не ұнамады? Кері байланыс жүргізе отырып бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ сіздермен. Мен айтсам болады? Иә, Жанагүл, тыңдап тұрмын. Қай қоржынды таңдайсың? Қызыл, көк немесе сары? Үш қоржын берілген, иә? Қайсысын таңдайсың? Мен қызыл қоржынды таңдаймын. Себебі бүгінгі өткен сабақ маған өте қатты ұнады. Сонымен қатар өте қызықты әрі қазіргі заманға сай технологиялармен байланысты қыдырып істеген маған өте қатты ұнады, қызықты өтті деп ойлаймын. Мен сабақты түсіндім, бірақ ары қарай өзімде ізденгім келеді. Және де осы қашықтықта оқысақ та сабақ қызықты өтеді екен. Критериалды бағалау арқылы сіздердің қорытынды ұпайларыңызды, бағаларыңызды шығардым. Ал енді балалар, біз сіздермен үй тапсырмасы кезеңіне де келіп жеттік. Үй тапсырмасын беру үшін мен сіздерге алдымен мына бір бейнероликті көрсеткім келіп отыр. Мұқият тыңдаймыз. Армысыздар, қадірменді достар, және де арнайы Нұр-Сұлтан қаласы политехникалық колледжінің студенттері. Мен Айскер ақын Бекшымат. Қазіргі елімізде болып жатқан келеңсіз жағдайларға байланысты сіздерді сабырлық пен бірлікке шақыру мақсатында өлеңді жалғастыра атты ойын викторина ұйымдастырмақпын. Қазақта қайым өлең деген дүниені барлықтарыңыз білесіздер, яғни бір ақын өлеңнің бастапқы екі жолын айтатын болса, келесі тарап үшінші, төртінші жолын толықтырып, өлеңді төрт қатарлығып жеткізу керек. Ендеше мен қазір өлеңнің бастапқы екі жолын айтамын, сіздер үшінші, төртінші жолын жалғастырасыздар. Ендеше екі жолы мынандай. Күндіздің үйде жатып шаршағандар антисептик алмаған қаншадан бар. Дәл осы өлеңнің үшінші, төртінші жолын жалғастырыңыздар. Ескерте кетейік, бұл кішігірім байқау. Біз жақын арада байқаудың жеңімпазын анықтайтын боламыз. Барлықтарыңызға сәттілік.
жас ақын айтыскер Бек Шыматтың челленджін әрі қарай жалғастыруға мен сіздерге үй тапсырмасы ретінде беремін. Келесі жұмада кездескенше сау болыңыздар.